Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Кейін кезде мынау Ресей елшісіне біздің азаматтар біраз жауап беріп жатыр. Айтқан сөзіне, мына Ресей елшісі қазақ жерінде ұлтшылдық көбейіп баратыр, жаңағы нацизм, национализм деген ұршығып баратыр деген өзі ойын пікірін айтты. Соған мен де өз ойымды айта кетейін. Бізде Қазақстанда ондай нацизм, национализм деген мүлде жоқ десе болады. Мысалы келтірейін, мен Москвада болғанымды айтайын. Бір кезде баяғыда Ауғанстаннан келгеннен кейін бізді реабилитацион центрға жіберді. Реабилитацион центрлар үш жерде болатын. Біреуі Ташкент облысында, біреуі Москваның маңайында, Мәскеудің жанында, біреуі Анапа деген қалада. Енді Анапа деген ол Қара теңіздің жағасы, ол бұрынғы ежелгі түріктің жері ғой. Ана-апа деген жер. Сол жерде реабилитационный центрда болдым. Жаңа Ауғанстанда жарақат алып келгендердің барлығы сондай нелерге реабилитационный центрларға жіберетін. Сол 24 күн сол жерде ем алып шыққаннан кейін, сол жерде бірге жатқан Мәскеуде тұратын бір бала, орыс емес, ұлты чуваш. Сол мені Москваға шақырды қонаққа. Жүр, Москваны көріп қайтасың, қыдырып қайтасың, мен Москваны көрсейін саған деп. Жарайды деп Москваға бардым. Енді Москвада мен көргенім жаңағы автобустарға, метроға мінген сайын күніне 5 рет мынандай сөздер естисің. Автобусқа кірген бетте саған жаңағы орыстар неше түрлі аузына келген сөзді айтады. Вот, черножопый зашел, что тут потерял черножопый, чурка, ты откуда взялся, Дима, сондай неше түрлі сөздерді айтады. Күніне 5 рет автобусты естисің. Содан мен рахмет дедім да, ертеңінде қой еліме қайтайын деп, елге қайтып кеттім, ұшып кеттім самолетпен. Ал бұндай, осындайлар біздің жерде бола ма? Автобустарда біреу тиісіп атқаны, орыстарға, көшеде, ондай бізде көрген емес біз. 90 жыл болсын, 90 жылдарда бізде де ондай болған жоқ, қазір ондай жоқ. Бізде тек қана қазаққа жаңағы национализм дейтіні, ол қазақтар қазақша сөйлесе, магазинге кіріп, дүкенге кіріп жаңағы бір нан алайын, су алайын деп сөз айтса, соларды националист дейді. Енді ол өзіміз біздің мемлекеттік тілде сөйлеуімізге жаңағы кедергі жасап тұр олар. Соны национализм дейді. Ол жерде ешқандай национализм жоқ. Сондықтан Ресей елшісіне айтарым, национализм Ресейде болып жатыр. Ол кезде өзбек, 90 жылдары өзбек, қырғыздар Мәскеуде жоқ еді, кейін олар көбейді ғой. Солардың қаншамасы таяқ жеді, қаншамасы өлді. Мына Ресейде ютубтан, телевизордан көріп отырамыз, сондай движениялар бар. Россия для русских деп айқайлайды. Қалай Россия для русских болады, егер Ресей Федерациясы 26 автономдық республикадан тұратын болса? Сол Ресейдің негізін қалаушылар сол 26 автономдық республика. Егер сол 26 республика егемендік алып бөлініп кететін болса, Мәскеу Россияң, Ресей тек қана сол Москва болып қалады, болды. Москва облысы ғана болып қалады. Басқа жері жоқ. Сондықтан бұны жаңағы Россия для русских дегені ол тым неге келмейді. Әділдікке, ұғымға келмейді. Ол жерде қаншама ұлттар тұрады, 100-ден астам ұлт тұрады. Жаңағы автономды республикалар бар өздерінің. Сондықтан Қазақстанда емес, ол национализм. Ол Ресейде болуы мүмкін. Бізде национализм деген жоқ Қазақстанда.